қарамыз. Балалар, мына суреттерге қараңдаршы. Адал азаматқа тән қасиеттері қандай? Адал азамат шыншыл. Дұрыс айтасың, Ісмена. Адал азамат шыншыл. Кәнеке Саша. Еңбек етеді, да? Еңбек етеді. Қандай еңбек етеді? Адал азамат адал еңбек етеді. Дұрыс. Адал азаматқа тән қасиеттер ол достарға, аға әпкелеріне, іні қарындастарына, отбасы мүшелеріне қамқор болады. Мейірімділік танытады. Кішіге ізет, үлкенге құрмет көрсетеді. Сөзіне берік, ісіне жауапкершілік танытады. Отан менің ата-ана, отан досым бауырым, отан өркен астана, отан туған ауылым. Ұйымдастырылған іс-әрекеттің мақсаты балаларға адалдық, шыншылдық, әділдік туралы түсінік беру. Адал азамат болуға, үлкенді сыйлауға, өтірік айтпауға тәрбиелеу. Балаларға жақсы, жаман іс-әрекеттер суреті көрсетілді. Балалар жақсы іс-әрекеттерге, дұрыс іс-әрекеттерге жүрекше белгісін қойып, өз ойларын білдірді.